Сәлеметсіздер ме екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы біз су туралы не білеміз? Сабақ мақсаты: табиғи су көздерін және оның қасиеттерін анықтауды үйренесің. Су тіршілік көзі. Сәлем, мен Русланмын. Мен мектепке жиналғанда, немесе достармен далаға ойнауға барғанда, әрдайым өзіммен бірге су алып жүремін. Неліктен екенін білесіңдер ме? Су өте маңызды элемент. Сусыз жер бетіне өмірде болмайды. Біздің организміміз 60%-ға дейін судан тұрады. Бірақ судың организмдегі мөлшері тұрақты емес. Су біздің денемізден келесі жағдайларда шығады: терлегенде, дәретханаға барғанда, үлкен және кіші дәретпен, тіпті тыныс алған кезде. Біз тыныс алғанда ылғал ауаны шығарады екенбіз. Жасқа, салмаққа, жынысқа және дене белсенділігінің деңгейіне байланысты бізге судың әртүрлі мөлшерін ішу қажет. 6-8 жас аралығындағы балаларға күніне 6 стақан су ішу қажет. 9-дан 13-ке дейінгі жастағы балаларға күніне 7 стақан. Ал 14-тен 18 жастағы жасөспірімдерге күніне 8 стақан су ішу қажет. Несептің түсіне қарап, суды қаншалықты жеткілікті мөлшерде ішетінімізді білуге болады. Егер несеп ақшыл сары түсті болса, суды жеткілікті ішуді білдіреді. Ал егер несеп қоңыр сары түсті болса, сусыздануды білдіреді. Демек, шұғыл түрде ішетін судың мөлшерін арттыру қажет. Организмге су жетіспегенде сусыздану орын алады. Оның көріністері келесідей: шөлдеу пайда болады, бас айналуы, бас ауруы немесе шаршау болуы мүмкін. Ауыз құрғайды, ерін мен дене терісі құрғайды. Несеп қоңыр түсті болады. Егер осы белгілерінің бірі байқалса, міндетті түрде су ішу қажет. Суды күні бойы аздап жұтып ішу қажет. Әсіресе қатты терлеген кезде су ішу маңызды. Біз келесі жағдайларда терлейміз: белсенді ойындар кезінде, спортпен айналысқанда немесе үйді жинағанда, далада немесе бөлмеде ыстық болғанда, ауырған кезде. Естерінде болсын, ыдыстағы суды күнде ауыстыру қажет, және суды ауыстырған кезде әрдайым ыдысты таза сумен шаю қажет. Менің әрдайым өзімен бірге су алып жүруімнің себебі енді түсінікті болар. Суды көп ішу қажет, сонда денсаулық мықты болады. Балалар, мына суреттерге ортақ нені байқауға болады? Назар аударып қарайықшы. Дұрыс айтасыңдар. Бұнда бірінші суретте теңіз, екінші суретте бұлт, үшінші суретте шық. Яғни бұнда үш суреттің ортақ белгісі су. Теңізде де су бар, бұлттан жаңбыр жауғанда су болады, және шықта өсімдіктердің үстінде су тамшылары орналасқан. Бұнда ортақ белгі су. Демек, су жансыз табиғатқа жататын бір бөлік. Ол барлық жерде, тұнық көлде, мұхитта, аспанда, қалықтаған бұлтта да болады. Су ауада бу түрінде кездеседі. Табиғаттың құрамында да су болады екен. Жер шарының басым бөлігін су алып жатыр. Жер бетінде үлкен кіші су қоймалары, теңіздер, мұхиттар, әртүрлі көлдер, өзендер орналасқан. Міне осының барлығы суға жатады. Енді суретте қайсысы өзен, қайсысы көл бейнеленген? Қане жауап берейікші? Бірінші суретте көл, екінші суретте өзен бейнеленген. Бұлақ, өзен, көл, теңіз және мұхит табиғи су көздеріне жатады екен. Балалар, судың үш күйі бар: сұйық, қатты, газ тәрізді күйі. Қатты күйіне судың мұз күйі, қар түрінде, бұршақ, сүңгі, мұзтау, қырау түріндегі судың күйлері қатты күйге жатады екен. Судың қатты күйін біз көбінесе қыс мезгілінде кездестіреміз. Ауа температурасы 0 градустан төмендегенде су мұзға айнала бастайды, яғни су қатады.
Ал газ түріндегі күйі тұман және бу түрінде кездеседі. Бу түрінде үйдегі жағдайда аналарың суды қайнатқан кезде ыдыстың бетіндегі қалқып жатқан буды көре аласыңдар. Міне бұл судың газ тәрізді күйі. Ал тұман түріндегі біз қыс мезгілінде немесе күзге қарай таңертеңгі мезгілде тұманды көре аламыз. Бұл да судың газ күйі. Судың буға айналуы булану деп аталады екен. Балалар, енді дәптерімізді ашып, кестені толтырайық. Кестені жазып, берілген сөйлемдердегі тұжырымдамаларды қайсы күйге жатқызасыздар? Қатты күйге, сұйық күйге немесе газ түріндегі. Қайсына жатады, соған қосу белгісін қояйық. Үй жұмысы 54-ші бетте 3-5 тапсырманы орындайсыздар. 3-ші тапсырмада тәжірибе жасап, тәжірибенің барысын видеоға түсіріп маған жібересіздер. Ал 5-ші тапсырманы дәптерге жазып, кері байланыс жібересіздер. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.